Достар, енді мені қолдап, лайктарыңызды аямай басып жатқандарыңызға көп рахмет. Енді достар, енді мені қолдау ретінде достар, міндетті түрде дәл қазір кез келген достар 10 коммент жазып кетіңіздер. Кім 10 коммент жазады, соған алғысым шексіз достар. Және де лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Мен сіздер үшін тырысып осындай видеоларды одан әрмен шығара берем. Енді коммент, лайктар не үшін десеңіздер достар, енді рекомендацияға шығу үшін барлығы да керек достар. Яғни сіздер осы видеоға көп коммент қалдырсаңыздар, онда менің осы видеомды көптеген адамдар көреді. Яғни қазақ ютубын бірге дамытамыз деген сөз. Сіздер осы менің каналымның дамуына үлкен үлес қосасыздар. Сіздерге көп рахмет тыңдап жатқандарыңызға. Ал енді біз видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Кадикезі, және мен бүгін сіздерге өте кереметтей топ 5 тығылатын жерлерді көрсететін болам. Ал кеттік ендеше. ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารักเธอวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไปอย่าบอกกับฉันว่ารักเธอใจเธอยังต้องแบ่งให้ใครจะหากว่าเขาคนนั้นเข้ามาเธอก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปจากฉันดีกว่า Достар, енді бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің Free Fire ойнағаннан бері жинаған опыттарымды, яғни білгенімді сіздерге көрсетпекшімін. Яғни бүгінгі видеода мен сіздерге топ 5 тығылатын жерлерді көрсететін болам достар. Ал келесі видеоларда тағы да топ 5 қалай рашт ету керек, және де қалай көздеп ату керек, соның барлығын да сіздерге үйрететін болам. Енді достар, бүгіннен бастадық, ал ендеше ең бірінші тығылатын жерімізге кеттік. Достар, енді ең біріншісіне міне осындай өте кереметте скаланжда орналасқан. Ол үшін осы жерден грузовиктер тұрған жерден отырып өтесіздер достар. Міне дұрыстап тұрып сіздерге көрсетейін. Бізде қазір көк зона, енді скайланждың осы жеріне келесіздер, отырып кіресіздер, ал мына жақпен достар қалай өтсеңіздер де кірмейді. Және де осы грузовиктердің үстіне мініп, жатып, немесе отырып, осы жерден тұрып ата беруге болады. Енді өкінішке орай қазір менде қару жоқ, оны сіздерге көрсете алмаймын. Бірақ достар, ол жерден ата аласыздар. Мына жерден осылай тұрып өте алмайсыздар, тек қана отырып өтесіздер. Ал енді достар, ұнап жатса міндетті түрде лайк, келесіне кеттік. Ал екіншісі достар, бұл осы пиктағы үсті тесігейде орналасқан достар. Осы жерде мен сияқты түскен бетте лутать етіп жатқан болсаңыздар, ал егерде сіздердің астарыңызда көп адам болса, сіздер қайда тығыласыздар? Міндетті түрде міне осы жерге достар. Осы жерге тығылу арқылы достар, сіздер басқа да противниктарға көрінбейсіздер. Міне мынаны қоя салайын достар. Сковородканы ала салайық достар. Осы жерде отырып сіздер ешкімге де көрінбей отыра аласыздар. Міне жан жаққа да ата бересіздер достар. Егерде бір дуо келетін болса достар, сіздерде нормальный мен сияқты қару болатын болса, онда бір дуоны шашып тастауға болады. Енді достар, егерде видеолар жатса достар, давайте лайк достар. Конкурсқа да міндетті түрде қатысып кетейік достар. Міне әне адам келді, так. Опа, на достар. Изи достар, изи. Міне дәл мен сияқты атып шығып, атып тастайсыздар. Енді 1-2 оқ атқаннан кейін оның патронында оқтау керек болады. Сол кезде атасыздар достар. Ал ендеше келесіне кеттік. Достар, үшіншісіне келіп жеттік. Енді бұл тағы да пекта достар, тағы да пекта. Бұл да домбоста. Енді бұл дегеніміз достар, осы орындықтың артына тығылып отырасыздар достар. Бұл орындықтың артына тығылып отырған кезде достар, сіздердің дәл қастарыңызға келіп анау бұрышқа мінбесе, ешкімде оқ тигізе алмайды. Сіздер атып шығып, жаңағындай атып тастай аласыздар достар. Бұл домбоста жалғыз осы жер ғана емес достар, тағы да басқа жерлер бар. Қазір көрсететін болам достар. Міне осылай екі жақтан да келген кезде атып тастайсыздар. Енді қалған екеуін де көрсетіп кетейік. Міне достар, енді екіншісін бұның енді барлықтарды білетін шығар достар. Осы балконның қасында осы жерге отырып аласыздар достар. Бұл жерде де рашт еткен кезде бір дуой немесе бір 3 адам, 2 адам, 4 адам рашт еткен кезде осы жерлерге отырып тығылып қала аласыздар достар. Ал үшіншісіне келетін болсақ, ол міне осы столға мініп арқылы ақырын келіп мына жердегі көрінбейтін текстуркаға тұрып қалуға болады достар. Достар, осы жерге тұрып аласыздар, және де астында немесе далада жүргендерді атып тастауға болады. Енді бұны ең көп беретін көмегі достар, бір отрядқа жалғыз өзіңіз қалып қойған кезде осы жерге тұрып аласыздар, изи сіздерді отряд көрмей кетіп қалатын болады. Ал ендеше достар, ұнап жатса келесіне кеттік. Достар, соңғы 2 нычкаға да келіп жеттік. Бұл 2 нычкада мелда орналасады достар. Ең біріншісіне айтып кетейік. Бұл осы забор, яғни жолдың шетіндегі осындай 2 бетонның артындағы тығылатын жер достар. Осы жерге жату арқылы достар, сіздер өздеріңіздің қарсыластарыңыздың көздерінен
тыс болуға болады, яғни сіздер оларға көрінбейсіздер. Және де осы жерде отырып достар бір дуы немесе бір солоны өлтіріп тастауға болады. Ал енді достар, сіздерге мен осындай рейтинг көтеруге көп үлес қосып көмектесіп жатырмын деген ойдамын достар. Ұнап жатса лайктарыңызды баса отырыңыздар, ал біз соңғысына кеттік. Достар, енді біз бүгінгі нычкалардың ең соңғысына да келіп жеттік. Яғни бұл осындай мелдің жолдың шетіндегі осындай текстуркамен жүгіру арқылы жасалынатын нычка. Нычка дегенде достар, бұл тығылатын жер, міне осы жерге жүгіріп барып отырасыздар. Осы жерде не істесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде сіздер противниктеріңізден, яғни қарсыластарыңыздан тығылып отыра аласыздар. Сіздерге енді осы видео ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса лайк басып подписываться етіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған KDKZ, сау болыңыздар.